Диск ауруы немесе біз жиі айтатын сырғымалы диск. Бұл тек адамдарға тән ауру, себебі біз тіп жүреміз. Және тік тұратын адамдарда дискінің шығып кету ықтималдығы жоғары болады. Енді неге бұл соншалықты жиі кездеседі? Бұл жиі кездеседі, себебі біз оны өте жиі анықтаймыз. Басқаша айтқанда, бұл ежелден бері келе жатқан ауру. Енді дискілер ең көп қысымға ұшырайды. Адам отырған кезде, ал тұрған кезде емес. Неғұрлым көп отырсаңыз, диск ауруына шалдығу мүмкіндігі соғұрлым жоғары болады. Қоректену үшін дискке қозғалыс қажет. Сондықтан ұзақ уақыт бойы үздіксіз отыратын кез келген адам дискке қорек жеткізуді азайтады. Олар дискке ең көп қысым түсіреді. Және үшіншіден, олардың бұлшық еттері әлсіз болады. Сондықтан олар осал адамдарға айналады. Эргономиканың негіздерін түсіну керек, яғни қалай отыру керектігін, дене қалпы қандай болу керектігін, және компьютер экранының алдында қалай жұмыс істеу керектігін. Осылайша омыртқаның барлық иілістері, мысалы мойын иілісі, бел иілісі жақсы сақталуы керек. Бұл эргономика деп аталады. Және микро үзіліс жаттығуларын жасау керек. Яғни әр сағат сайын орныңыздан тұрып, осы диск аймақтарындағы мәселелерді болдырмау үшін сипатталған 8 жаттығуды орындау керек.